ауыз сөз айтып жатасыздар, соның барлығын тыйыңыздар. Таныстық, тоқтай ма сонда? Таныстық, иә, тоқтайды. Жақсы. Біз Алматқа да, Мариямға да үміткер күтеміз, құрметті көрермен, жайғасыңыздар. Жайғасыңыздар, құрметті көрермен, біз тағы да айтамыз, қоштасу бар жерде кездесу бар дегенде, кездесу бар жерде қоштасу бар. Ал біз шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы кім? Қалай ойлайсыздар? Айсұлу, Маржан, Саддәулет, Жансая, Адыл, Маржан. Нұсқа өте көп. Үміткердің таңдауы Айгүл. Негізінде құрметті көрермен түсінбей қалып жатқан шығарсыздар. Негізі Айгүл уәзірмен қарым-қатынасын тоқтатқан болатын, және де кеше ғана бізге айтқан болатын редакцияға. Содан кейін де мен Айгүлге үміткер болғым келеді деген жанға есігіміз ашық, келіңіз деп шақырған болатынбыз. Айгүл, дайынсыз ба? Иә, әрине, дайынмын. Иә, және де қатысушылар, дайын болыңыздар. Құрметті көрермен, сіздер де дайын болыңыздар. Сіздер күтпеген өте ерекше үміткер келді. Шақырайын, иә? Дайынсыз ба, Айгүл? Дайын? Шақырайық ендеше, Айгүлдің үміткері, келіңіз. Айгүл, жайғасыңыз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Есіміңіз? Дәулет. Дәулет, жасыңыз нешеде? 27-де. Дәулет, қай жақтың тумасысыз? Қызылорда. Қызылордадансыз. Неге Айгүл? Айгүл әдемі ғой. Күшті қыз ғой. Әдемі. Ашық, жарқын. Айгүл, сұрақтарыңыз? Иә, Дәулет, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жасыңыз? Айттық қой уже. Естімеңіз ба не? Естімей отырғандай, бұл мен деп айтайық. Иә, бағана бәрі бетіне алған ғой, ойланып отырмын, кім екен депші. Сіз оны ойланбасаңыз, сұрақ қойсаңыз бері қарай. Айгүл, осы күнге дейін байқасам, жасы кіші үміткер келді ғой, 19-да, 20-да. Бүгін енді жас сізден үлкен болып тұр ғой, иә? Иә, бір жас үлкен болып тұр. Бір жас үлкен болып тұр. Өте қуаныштымын. Дәулет, аха, отбасыңыз туралы айта кетсеңіз, қанша ағайындысыздар? Қызылорданың қай жерінде тұрасыз? Қызылорданың өзінен емес, Қазалыдан, ауылдан. Ауылда тұрам негізі. Алматыға бір апта болды келгеніме. Алматыға қандай, не себеппен келдіңіз? Сені іздеп келдім. Жаңа отбасы... Кстати, бір нәрсе айтсам бола ма? Айтыңыз. Просто егер таныстық ете нормально жалғасып отса, Айгүл бар ғой, өзінің стористарында, тиктокқа, Тәуіржан деген үміткер бар ғой жердегі. Соған түсірмей қойса бола ма? Просьба просто. Ал, әнне түсірмеу керек па? Айгүл түсірмей қойсын соған. Иә, оны былай айтайын, қазір шымылдық ашылып, сырласуға барып, сөйлесіп шешіп аламыз деп ойлаймын. Жаңағы сұрағым жауапсыз қалып кетті. Отбасыңыз туралы айта кетсеңіз, қанша ағайындысыздар? Отбасымызда 3 ағайындымыз, ағам бар, қарындасым бар. Әке-шешем бар, толық отбасыдан. Жақсы, бұрын соңды үйленгенсіз бе? Жоқ, бойдақпын, сұр бойдақпын. Күшті. Иә, хоббиіңіз туралы айта кетсеңіз, жалпы немен айналысасыз? Осы 27 жасқа дейін қандай жетістіктерге жеттіңіз? Негізі ауылда тұрам деп айттым ғой. Осы уақытта негізі бір қандай хоббиім бар да, картошка еккен жақсы көрем. Жер аударып картошка егіп сондай. Шаруашылыққа ғой көрем. Шаруашылық ұнайды маған. Өзіңіз не істейсіз осы уақытыңызда?
мен енді тикток түсірем десеңізші. немесе Иә, тиктокта отырамын деңіз иә ол да бар, стримда отырамын, тикток түсіремін, жалпы сол ғой. Кішкене қобалжып кеттім ба, сондай болып кетті. Қатысушыларға берсек. Жалғаса ханым, мен бір сұрақ қоя салсам. Ақерке. Иә, қош келіпсіз. Өте сымбатты, әдемі жігіт екен. Енді Айгүл бір жарасып тұрсыңдар екеуің. Енді жаңағыдай айтып жатыр ғой, ауыл шаруашылығымен жақсы нетем деген сияқты. Енді болашақта сіз енді Айгүлді білесіз, ол Тәуіржан деген жаңа өзіңіз айтып кеткен кісінің видеоларына қатты түседі. Ертең күні бір үйде көмектеспеймін, мен бұндай тірліктер жасағым келмейді, мен тикток түсіруім керек деген сияқты нәрселер айтып жатса, сіздің енді қандай болады негізі жалпы шешім? бұл сұрақтың жауабын құрметті көрермен жарнамадан кейін бірге білетін